Анам менің аялаған гүлім, анам менің бақытым мен шаттығым. Анашым деп балан жырын арнаған, неге ғана естімеген тәттінің. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Ана дейді барлық жан. Ол кім? Ана бір қолымен әлемді тербетіп, бір қолымен бесік тербеткен әлемдегі ең қайратты, жігерлі, әрі ең нәзік жандардың бірі. Ана үйдің берекесі, қыз баланың өнегесі, шаруаның несібесі. Ананың көзінен нұр төгіліп, жан-жағына шуағын төгеді. Дүниеде не жақсылық болса, соның бәрі ананың ақ сүті мен күнінің нұрынан жаралған. Өмірдегі ең бақытты адам анасы бар адам. День матери отмечается в Казахстане каждое 3 воскресенье сентября. Хотя традиции чествования женщин-матерей в Казахстане существует не первый год. Официально этот праздник был утвержден в 2012 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. В этом году теплый праздник пришелся на 20 сентября. Это прекрасный повод, чтобы сказать теплые слова любви, проявить заботу о тех, кто ежедневно и ежечасно делает это по отношению к нам. Нұрбекен Нәжмеденов ана. Бесікте ана, бесікте бөбек. Бірі тербеледі, бірі тербетеді. Бал бөбек балдыр өсіп те келеді. Анаға жалғыз сол жетеді. Ана қайран ана. Тербейді ана әлемдегі күлкіні. Нұр себеді аналардың кірпігі. Өліге де ояуға. Ана дайын біреу үшін жылауға, біреу үшін аяуға. Тербейді ана қуанышты, бақытты. Тербейді ана тебіренеді жан үшін. Тербейді ана уақытты. Барлық әлем бірақ бесік ана үшін. Тербейді ана бөбегін. Сол арқылы тербетеді өз елін. Құмын, тауын, өзенін. Тербейді ана көлеңкені, шуақты, планетаның алақанын. Желаю всем мамам на этой планете, чтобы были здоровы и счастливы дети. Шутили, смеялись, заливисто пели, стремились, старались, учиться хотели. Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали, а ваши сердца, чтоб тревоги не знали. Пусть дети успехами радуют вас, пусть льется свет счастья из маминых глаз.